Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бағаналы жасушалардың түрлері, эмбрионалды және соматикалық. Бұл сабақта бағаналы жасушаларды алу көздеріне байланысты негізгі топтарын оқып үйренесіңдер. Адамның эмбрионалды және соматикалық бағаналы жасушаларының айырмашылығын білетін боласыңдар. Тотипатентті жасушалармен танысасыңдар. Сабақтың негізгі ұғымдары: бағаналы жасушалар, эмбрион, соматикалық, феталды, постнаталдық жасушалардың көбеюі, эмбриобласт, донор, реципиент. Бағаналы жасушаларды алу көзіне байланысты эмбрионалды, феталды, постнаталдық деп үшке бөлеміз. Эмбрионалды бағаналы жасушалар. Жұмыртқа жасушасы мен сперматозоидтың қосылуынан зигота түзіледі. Зиготаның бөлшектенуінен біркелкі жасушалар түзіледі. Бұл жасушалар тотипатенттік жасушалар деп аталады. Нәтижесінде тотипатенттік жасушалар бластоциста түзеді. Үш жапырақшалы ұрықтың түзілуі және ары қарай жасушалардың жіктелуі ұлпа, мүше, мүшелер жүйесі, ең соңында толық организмнің түзілуі плюропатенттік жасушалардың бөліну нәтижесі. Плюропатенттік жасуша типінің кез келгенінен ересек организм түзу қабілеті. Хоуминг бағаналы жасушаларды организмге енгізгенде зақымданған аймағын тауып, сол жерге бекініп, жойылған жасушалардың қызметін қалпына келтіру. Тотипатенттік тұтас организм түзіп, жіктелу қабілеті. Бағаналы жасушалардың ерекшелігін анықтайтын факторлар, яғни тұқым қуалаушылық факторлар ядрода емес, цитоплазмада орналасады. Ұрықтың ерте дамуына жауап беретін 3000 геннің матрицалық РНК-да болуы. Теломераздық белсенділік. Әр репликацияда теломердің бір бөлігі жойылады. Бағаналы жыныс ісік жасушаларында теломераздық белсенділік болады. Олардың хромосомаларының ұштары қатарласады. Эмбрионалды бағаналы жасушалар эмбрион дамуының ерте кезеңінде ішкі жасуша массасын немесе эмбриобласты түзеді. Зертханалық жағдайда эмбриондық бағаналы жасушалар алу үшін бластоцистаны, ішкі жасуша массасын бөлу үшін эмбрионды бұзу керек. Сондықтан зерттеушілер эмбрионмен тікелей емес, тотипатентті жасушалар линиясымен жұмыс істеуді таңдайды. Эмбрион бағаналы жасушаларын пайдаланып жасалған клиникалық зерттеулер ерекше этикалық сараптамадан өткізіледі. Көптеген елде эмбриондық бағаналы жасушаларды зерттеулерді заңмен шектейді. Эмбриондық бағаналы жасушалардың негізгі қасиеттерінің бірі
ұлпа сәйкестігіне қарсы антигендер бөлмеуі. Мысалы, донорлық эмбриондық бағаналы жасушаларды трансплантациялаған кезде реципиент организмінде осы жасушаларға қарсы антигендер түзілуі мүмкін. Осы донорлық эмбриондық бағаналы жасушаларды иммундық тапшылығы бар жануарлар жасушасына енгізген кезде тератома немесе ісік пайда болады. Бұл күрделі құрылымды ісік түзуге қабілетті. Феталды бағаналы жасушалар. Феталды бағаналы жасушаларды 9-12 апталық ұрық материалынан алады. Мысалы, британдық Regeneron компаниясы инсультті емдеу үшін феталды бағаналы жасушаларды пайдалану мүмкіндігін зерттеуде. Постнаталдық бағаналы жасушалар. Постнаталдық бағаналы жасушалар ересек организмдерге тән. Олар гемопоездік, мультипатентті мезенхималық, арнайы ұлпаға арналған ізашар жасушалар және кіндік қаны жасушалары. Кіндік қанының жасушалары ерекше. Өйткені, олар ересек организмнің барлық жасушаларының ішіндегі ең аз жүктелген тобы болып табылады. Демек, олардың патенттілігі өте жоғары. Кіндік қанында негізінен гемопоездік бағаналы жасушалар, сондай-ақ мультипатентті мезенхималық жасушалар болады. Бірақ, онда белгілі бір жағдайларда әртүрлі организмдер мен ұлпалардың жасушаларына жүктелуге қабілетті бағаналы жасушаларынан басқа да ерекше түрлері болады. Сонымен, сабақты қорытындылай келе, бағаналы жасушалар эмбрионалды және соматикалық болып екіге бөлінеді. Бағаналы жасушалардың өздігінен бөлінуге қабілеттілігі өте жоғары. Олар өзі тектес ұлпалардың құрамына енгенде, олармен бітісіп кетуге бейім. Арнайы жағдайда бұл жасушалар кез келген жасуша және ұлпаға айнала алады. Эмбрионалдық бағаналы жасушалар ересек адамның бағаналы жасушаларымен салыстырғанда едәуір әмбебап. Ағза жасушаларының барлық типтеріне жүктелуге қабілетті. Соматикалық бағаналы жасушалардың ерекшелігі олар жақсы жүктелген, сондықтан олардың патенттілігі төмен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.